Сәлем достар, бұл Құралай әркін сайын. Біз қыздармен базар аралап жүрміз, және де пирожки жеп отырмыз. Салтанат, скоро тұрмысқа шығады. Осын жасауын алып жүрміз, сумка, киім-кешек. Қарын ашқаннан пирожки жеп жүрміз. Барлығы бір пирожкиден, ал мен 2 пирожки. Жарсын мен жеймін. Жарсын берейін бе? Мына жақта біздің тағы бір қызымыз бар. Ақша шешен деп тұр. Ол тауысып қойған атак. Гена жібердің 120 болсын. Фото түсіргенге деп, товарларды видеоға түсіргенге деп. Яғни плайнан түсіретін боламыз. Мынау бізде айналасында осылай қабырға болып қалады. И товарларды осылайынан қойып түсіретін боламыз. Және видео түсіргенге де өте жақсы шығатын сияқты. Нағыз шашын бояған. Қарашы ма? Нағыз шашын бояған. Қынамен, краскамен емес. Шоколад түспесінде өте керемет. Қара емес точно. Қара емес бірақ. Ал мен шай ішпесе болмайды. Базардан келдім, тамақтанып алдым. Сосын ұйықтап қалыппын. Енді ұйқыдан тұрып, қайтадан шай ішіп жатырмын. Қазір видео түсіру керекпіз. Мұсылы торттың видеосын әдеттегідей сол бітіре алмай жүрміз деп. Бітіре алмай жүрміз дегенде оған уақыт жетпей жүр, жасамай жүрміз. Сондықтан солай. Ұйқыдан тұрдым. Шай ішіп, Магнумға келдім. Мінекей ана красавица үшін. Көпшілік қоятын сұраққа жауап беруге деген. Мына Магнумда 600 теңге тұрады, Холланд 220 грамм. Бір тортқа спокойно жетеді. Сондықтан алсаңыздар болады. Енді менде бітіп қалды, мен 2 килограммдықтарын аламын ғой, 1,5-2 килограммдықтарды. Олар бітіп қалды өкінішке орай, сондықтан кеш болғандықтан мен Магнумға келіп осыны алып тұрмын. Және маған қант алу керек, себебі бүгін торт жасайтын боламын. Ол кісі жұмыртқа қуырылған жеп жатыр. Ал мен айран ғана тұрып жеп жатырмын. Ас болсын. Егер тамақтанып тұрған болсаңыздар, баршаңызға ас болсын. Қарным ашып кетті. Сіздер де сондайсыздар ма? Кешкі астан кейін тағы да тамақ ішетін, түннің бір уақытында қарны ашып холодильникке ақтаратын адамдардың қатарынансыздар ма? Жаза кетіңіздер. Рекламаның капкейкін наконец-то пісірдік! Яғни семді мангоныкі. Ода тек қана мангоның пюресі, тек қана мангоның пюресі емес. Мынандай күшті тәттілерін берген болатын бізге. Бірақ біз маусын бітіріп тастадық. Яғни мұнда сушеный манго мен ананас болған. Наусын бітіріп тастадық, бұнда сушеный манго болған. Наусын бітіріп тастадық, мынада конфет болған. Можно же? Менде осындайлары қалды. Енді осындайлары қалды. Өте керемет набор, маған қатты ұнады. Вау, астында мынандай бар екен. Даже не открывали даже, оказывается. Біз тіпті астын ашып қарамаппыз да, қараңыздаршы, астында мынандай бар екен. Осындай қайдан алады? Сатады ғой. Қайда сатады? Упаковка жасайтын жерде. А где находится упаковка жасайтын жер? Осылай бірге бір қыз әкеп тастаған болатын, түннің бір уағында керемет осылай корзинкамен. Енді наконец-то бітірдік. Ты эту не пробовала, да? Біз наверное бірде-бір рет көрген жоқпыз шоколадпен. Бірақ мыналардың бәрін тауыстық өте. Анада үлкен екен. Негізі біз жаңа ашқанбыз, бірақ жеген жоқпыз. Иә. Ма, жей. Негізі сушеный манго негізі өте дәмді екен. Ұнады маған. Маған ұнады. Біз мынандай порционный десерттар жасадық. Және біздің мусылы торт. Мынандай десерттар негізі көп. Мына жақта қаншамасы бар. 9 штук десерт жасадық.
Мінекей түсірілім осылай жүреді. Мінекей жарықтарды қосамыз. Мынаумен де алынатын фотозонд айтып көрсеткен болатынмын сіздерге. Және де осылай шашылып жатырмыз. Қазір көрсем қалай шашылып жатқанымызды. Мына жерде басында осы жерге түсіреміз деп дайындаған болатынбыз, бірақ біз столда түсіретін болып шешім қабылдадық. Сосын осылай бұл жер шашылып жатыр. Блендерді қолдандық, сондықтан блендерді әлі коробкасын салынбаған, сондықтан шашылып жатыр. Красительдер, общем, олардың барлығын қолдандық негізі. Және міне былай блендермен ұсақтатып порционға қосқан болатынбыз. Надан кек болып жасап жүруге болады, яғни кремді араластырып. Нағыз, как всегда. Бисквит жеп жүреді, крем жеп жүреді, бір нәрсе жеп жүреді. Мен ғой енді. Не жебесің? Ау, стол. Бисквит. Бисквит жебесің бе? Evet. Дәмді ма? Өте. Шаршадың ба? Біз соңғы мастер-класстың видеоларын бітірдік па? Кстати, мен қызыл формадамын. Сосын YouTube, пожалуйста, мен түрін таңдамашы. Жақсы тұршы. Кәдімгі қорқытып тұршы, түрімді қорқынышты. YouTube Маралдың осы түрін таңдап алып, не деп қойшы? Айт обложкаға. Обложкаға қоймасын сол. Сіздер наны көрдіңіздер ма? Сушеный апельсин, қазір көрсетемін. Өте керемет. Фотоға түсіргенде де өте керемет шығады. Дәмін айтсаңыздар, сіз оның фотосын етсін. Біз сушеный банан жасап көрдік, е? Тоже күшті шықты. Иә. Яғни сушеный жемшелектердің барлығы өте керемет шығады. Мінекей мен айтқан қызыл форма. Бұны инстаграмда подписан болсаңыздар білетін шығарсыздар. Киіп жүрмін. Негізі формада пісірген өте ыңғайлы. Себебі қандай киім кием, бүгінгі влогқа нені кисем болады деген сияқты сұрақтар мазаламайтын болады. Екі форма алғанмын, біреуі ақ, біреуі қызыл. Сондықтан қайсысын біреуін жуып, біреуін киіп ауыстырып жүре беремін. Өте ыңғайлы. Матасы да ыңғайлы. Даже тут есть кармашки деп. Солай. Қазір мен сіңілім екеуміз кухняны кішкене ретке келтіреміз. Содан кейін мен видео монтаждауға кірісеміз. Сіздерге арналған влогты да монтаждаймын. Және де рецепттерді де монтаждау керекпін біреулерін. Сондықтан баршаңызға қайырлы түн. Уақыт айтсаңызшы, уақыт. Я тым кеш болып кетті. Көздерден ақ көрініп тұрған шығар. Мен негіз боянбағанмын. Бірақ сіңілімнің карандашын көзіме жақ көремін деп осындай жылтыр болып тұрмын. Сондықтан түріме мән бермеңіздер. Абылай менде ешқандай косметика жоқ. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоблогта жүздескенше.